Баршаңызға қайырлы күн. Біз бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай әрі тез дайындалатын осындай түшпәра дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Шыны ыдысымызға жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тұзымызды және де сұйық майымызды, жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, пилканың көмегімен ұнымызды салып араластырып алатын боламыз. Және де қамырымыздың басын біріктіріп, әрі қарай қолмен илеп шығатын боламыз. Жұмсақ қамыр жасап шығаратын боламыз. Июі қанған, жылтырақ әдемі қамыр шығуы тиіс. Дайын қамырымызды тындыруға 30 минутқа қоятын боламыз. Оған дейін біз салмасына пиязымызды ұсақтап турап дайындап алатын боламыз. Салмасына татымына қарай тұзымызды және де қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды салып араластырып алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды жақсылап илеп, июін қандырып, үлкен етіп жаятын боламыз. Менде осындай үлкен қамыр шықты. Енді осыларды жақсылап пельменге лайықтап кесіп шығатын боламыз. Өте жұқа әдемі қамыр пайда болды. Енді осыларды формасына келтіріп кесіп алатын боламыз. Дайын болған қамырларымызды осылай салмасын алып, түйіп шығатын боламыз. Пельменді әркім әрқалай түйіп жатады. Маған осы түйген түрі ұнады.
менде осындай 2 леген пельмен шықты. Енді пельменіміздің сорпасын дайындайтын боламыз. Ол үшін дәмін шығу үшін мен жаңағы пиязымызды, сәбізімізді, картопымызды жақсылап қуырып алып, қайнаған суымызды құйып, осылай сорпасын дайындадым. Енді осыған жаңа дайын болған пельмендерімізді суымыз қайнағаннан соң пісіріп алатын боламыз. Баршаңызға ас болсын. Қош сау болыңыздар. Арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар.